қазақ халқының ең кең тараған екі шекті көп пернелі музыкалық аспабы. Ол қазақтар өмірінде маңызды орын алатын өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге қолданылған. Домбыра кейін аспаптық шығарма күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада классикалық шығармаларды орындауға қолданылатын мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып табылады. Армысыздар, құрметті Жайық Бектұров атындағы кітапхананың оқырмандары. Бүгінгі елімізде болып жатқан домбыра күнімен сіздерді құттықтай отырып, кішкене қазақтың қасиетті қара домбырасынан кішкене бір таныстырғалы отырмын. Олай болса, домбыраның өз жалпы мойны кетеді. Бұл мойында 19 перне, домбыра екі шекті 19 пернесімен, сосын мынау басы, мынау екі құлағы болып келеді. Содан кейін домбыраның мынау бет тақтай болып саналады. Ол домбыраның екі тиегі болады. Оның мына ортасында тұрғаны бірінші үлкен тиегі, және де мына тұста орналасқан бір кішкентай тиегі. Және де мынау артқы жағы бұл шанағы болып саналады. Мынау артындағы осы шек байланатын түймесі деп аталады. Осы домбыраның жалпы бірнеше түрі бар. Қалақ домбыра, абай домбыра, арқа домбыра, қозы домбыра деген сияқты бірнеше домбыраның пішініне байланысты бөлініп жатады. Қазақ пен домбыра егіз ұғым іспеттес. Содан болса керек, қазақта домбыраның түрі де, жасау тәсілі де көп. Ғалымдардың айтуынша, бүгінде қазақта домбыраның 20-дан астам түрі бар. Олардың кейбірі көне түрлері болса, енді бірі жаңасы. Қазіргі таңда домбыраның келесідей түрлері бар. Ән мен күй домбырасы, торсық, тұмар, кең шанақты, шіңкілдек, балдырған, балашық, аша, үш ішекті, қуыс мойын, шертер және тағы да басқа. Өткен ғасырдан бері қолданысқа енген оркестр домбыралар тағы бар. Қоңыр дауысты, жіңішке дауысты, ащы дауысты, бас домбыралар, қозы құйрық. Сарарқаман болсын, алтын бесік, ең келдім бүгін сағандан күндесті. Көрмеген көп жыл бойы достар менен, қауышты қыстығы жаспен тілдесті. Сарарқаман болсын, мәди туған, аяғы тарқамап қол, қоймен болман, өзіңнің қасымыңа басын иген. Қабыл ал бір орынды, өнер болған. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембіра, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ, домбыра.